Сәлем достар, біз сіздермен бүгін өте дәмді, жұмсақ Орео пирогын жасайтын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, менімен бірге Орео пирогын жасаңыз. Бізге керекті заттар: ұн, какао разрыхитель, қант, ерітілген сары май және де 4 жұмыртқа қажет болады. Енді осы жұмыртқамызға қантымызды қосып, миксердің ең төмен жылдамдығында миксерлейтін боламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді осыған ерітілген сары майымызды құямыз. Енді ұнымызға какао разрыхительді қосып, осылай қасықпен біркелкі етіп араластырамыз да, енді чашкамызға салып миксерлейтін боламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді лопатканың көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді мен бұл массамды 24 диаметрлік формаға құятын боламын. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы кез келген форманы қолдансаңыздар болады. Дайын болған массамды формаға құямын. Құйып болған соң міндетті түрде тегістеп алыңыздар. Мінекей менің тестам дайын болды. Енді оны бір жақ бөлікке қойып қоямыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Креміміз чизкейк тәрізді болады. Ол үшін бізге творожный сыр, сахарный пудра және де жұмыртқа қажет болады. Миксердің ең төмен бөлігінде миксерлейміз. Мінекей осындай воздушный масса шықты. Енді осыны лопатканың көмегімен осылай ауасын шығарып араластырып аламыз. Осы массамызды енді кондитерлік қапқа салатын боламыз. Ол бізге жаңа пирогтың тестасының бетіне құйғанға өте ыңғайлы болады. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді жаңағы тестамызға бірнеше бөлікке бөлінген Орео печеньясын бетіне қойып шығатын боламыз. Мінекей осылай бірнеше бөлігін қоямыз. Енді кремімізді осы тестаның бетіне жағып шығатын боламыз. Дәл осылай кремді кондитерлік мешокқа салып, бетіне кремді жағып шығыңыздар, себебі крем ағып кетуі мүмкін. Мінекей кремді жағып шықтық. Енді ашық бөліктерін осылай лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Одан кейін қалған Ореоның бөлінген бөліктерін осылай тағы да бетіне қойып шығамыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Енді осыны 180 градустағы пеште 30 минут, 150 градусқа түсіріп 15 минутта пісіреміз. Пешіміз міндетті түрде алдын ала қызуы тиіс.
Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Пирог өте жұмсақ әрі воздушный болып пісті. Менің каналыма тіркеліп, менің видеоларыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап пісіріп көріңіздер.